болса 23 мың 24 мың теңге примерно. Мына жерде түйе жүруші еді ғой, білесің бе? Ана тұрған лайнерді қараңыздар. Одни индусы, пакистанцы. Дәл қазір біз Маринадағы пляжға бара жатырмыз. Марина Бич деп аталады. Міне Марина районына келдік. Міне қараңыздар, мына жерде пляжға келген адамдарға арнайы парковка бар екен. Мына жерде машина арендаға алатындарға 3 сағатқа 100 дирхам дейді. Сонда 11.600, 11.700, 3 сағатқа 11.700 теңге төлейсіз. Ал енді кеттік. Міне жаңа 21 қазан күні ашылған колесо обозрения. Ол дүние жүзіндегі ең үлкен, ең биік колесо. Әлемдегі ең үлкен колесо обозрения, яғни Дубай Эйн жайлы бөлек видео түсіргенбіз. Осы видеоның соңында сілтемеден өтіп көріңіздер. Алдарыңызда мынандай жазу тұрады. Көріп алыңыздар. Шатастырып алып жүрмеңіздер. The Beach. Как снимается? Галя так и говорила, что здесь нет тиктокеров. Вот, это наш любимый пляж. Мынау пляж қазір ақылы болып кеткен емес па? Лежактар бар, қараңыздар. Бірінші рет Дубайға келген кезде мына жерде кафелер ондай көп болмайтын, Қазір кафелер өте көп. Бос территория. Иә. Қазір біраз нәрсе саштады. Хот-дог. Самое главное, мына колесо обозрения найти. Спортпен айналысады. Лежактар мынау қазір тегін болса, вообще тіпті күшті ғой. Күшті. Мына жерде түйе жүруші еді ғой, білесің бе? Иә. Тегін, иә? Так, где бірінші раздевалка керек? Переодевалка керек. Саған керек, маған керек емес. Мен кеттім. Ана тұрған лайнерді қараңыздар. Осында бір катер бар, акула сияқты. 10 минуты 500 дирхам, ол 50 мың теңге. Жаңа судың мотоциклі 15 минутты 230 болса 23 мың 24 мың теңге примерно. Кәдімгі банан 105 дирхам, 10 мың 11 мың болады примерно. Бағалары енді арзан емес, көп тұстар. Бірақ ол Дубай достар. Осы мен кеттеген мен күшті мынау кайф нәрсе. Осыны алам ба деп тұрмын. Көреміз. We have your passport photo or no? Got my one. Passport photo? I mean passport photo. Парашютпен ұшып жүр адамдар. Достар, біз қазір Маринаның пляжында жатырмыз. Маринаның пляжында. Марина Бич пляжында жатырмыз. Кеше кішкене андай скромный лау пляжға барғанбыз. О, море, море, предана скала. Бурж-Аль-Арабтың қасында бірдеңе салып отыр. Гостиница шығар. Алдында Бурж-Аль-Араб анық көрініп тұратын, енді мынау жауыптап. Бұл тегін пляж. Бірақ осы жерде де жаңағы нелер бар. Не деші еді, спасатели. Бурж-Аль-Арабтың жанында. Ол жерде бір орыс жоқ, қазақ жоқ. Одни индусы, пакистанцы. Ал бүгін мына пляжға келсек, орыстардың барлығы, қазақтардың барлығы, в общем, барлық СССР жүр ғой мында.
кісілердің барлығы крутой байский районда жүреді осы. Қараңыздар. Адам деген көп. Сондағысы қазір таңғы сағат 9-дан 7-тен бастап пляжға келеді негізі бұл жерде. Мына жерде лежактардың бағасы 20 мың. Күніне 20 мың теңге тұрады екен. Сағат әлі 9-да. Я bunu düşünüyorsun, Біздің сағатпен енді 11 ғой. Вообще говорили же, что арабы любят быть везде самыми, то есть топчиками. Вот это колесо обозрения самое высокое в мире, самое большое колесо обозрения в мире. И вот рядом прям расположился жилой комплекс. Что здесь самого вы можете подумать? Здесь самый высокий бассейн в мире. В общем, они любят быть, еще раз повторюсь, в топчиках. Маринаның пляжынан кетіп бара жатырмыз, Марина бичтен. Бұл жердің кішкене бағасын айтып кетейін. Мына көріп тұрған лежактарымыз бір адамға 110, екі адамдық 195. Сосын үлкендеу жаңа көріп тұрған ол 210 екен. Одан басқа орамал алатын болсаңыз 20 дирхам қосымша төлейді екенсіз. Душтың бағасы 5 дирхам. Бұл жерде мороженое сатылады екен. Қазір көрейін, бағасы қандай. Тура мына жерде. Hello? What's the price of an ice cream? 20, 25? 20 және 25 дирхам дейді. Қараңыздар, мына жерде егер 10 мороженое, маленький мороженое алатын болсаңыз, ол 150 дирхам. Комплект 150 дирхам екен. Ал енді біз Марина Молға кеттік. Жалпы Біріккен Араб Әмірлігінде ақшаңызды үнемдеу үшін біріншіден төменгі маусымда келген жөн. Бұл жерде жоғары маусым болып, күздің соңғы айлары және көктемнің басы саналады. Ол уақытта қонақ үйлердің бағасы, авиабилеттердің бағасы тым шарықтап кетеді, сондықтан басқа айларды қарастырғаныңыз жөн. Бірақ сонда да біздің айтарымыз, бұл жерге жазда келудің қажеті жоқ. Өйткені жазда 50 градус ыстық болады, ешқайда шыға алмайсыз ол уақытта. Ал екіншісі, ақшаны қалай үнемдейміз? Қонақ үйді таңдаған кезде метроға жақын болса, одан өте күшті пайда көресіз. Себебі таксиге көп ақшаңыз кетпейді. Жаңағы айттық қой, Red Line, Красная линия. Красная линия бойында бүкіл жаңағы туристік мекемелер бар. Сол жерде бәрі орналасқан. Және де отельдің өзінде таңғы ас болса, B&B дейді ғой, ол өте пайдалы болады, достар. Шоколайф сынды, Шоколайф сияқты сайттар көп, соның бірі клуб. Сол сайтқа кіріп, ол жерде енді браузер автоматты түрде орыс тіліне аударады, сол бүкіл информация содан білуге болады. Қысқаша айтып өтеймін сіздерге. Сол жерден, мысалға, бірнеше туристикалық жаңағы маршрут дейміз ғой, солардың бір қосындысы бір картамен сатылады. Әрине де бөлек-бөлек алғанда ол қымбатқа түседі. Егер сондай бір картаны алып алсаңыздар, көп жерлерді арзан көруге болады, достар. Сондықтан бір айтарымыз, клуб сайтына кіріп көріңіздер. Каналымызда қызықты видеолар көп болу үшін сіздің қолдауыңыз қажет. Сондықтан да, достар, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Көп рахмет. Сіздермен бірге болған Шолуда KZ.